Ақжелкен журналының 83 жылдық тарихы бар. Оның бұрынғы аты «Пионер» деп аталған. «Пионер» журналы 1925 жылы Қазақ Автономиялық Республикасының астанасы Орынбор қаласында жарық көрген. Біз журналымыздың тарихын осы кезеңнен бастаймыз. Содан бері қаншама уақыт, қаншама жылдар өтті арада. Журнал алғаш дүниеге келген күннен бастап қазақ балалар әдебиетін қалыптастыруға үлес қосты. Журналдың өткен жылдардағы санына көз салып қарап отырсаңыз, біздің қазақ әдебиетінің классиктері Бейімбет Майлиннің, Ілияс Жансүгіровтің, Сәкен Сейфуллиннің, Мұхтар Әуезовтің шығармалары осы журналда жарияланған. Әрине, балалар тақырыбына арналған, жастар тақырыбына арналған үзінділер, қысқа әңгімелер. Ал одан кейінгі кезеңде Бердібек Соқпақбаев, Мұқан Иманжанов, Сапарғали Бегалин деген қазақтың іргелі қаламгерлері, қазақ әдебиетінің классиктері шығармалары да осы журналда жарияланып отырған. Жалпы қазақ балалар әдебиетінің қалыптасуына зор үлес қосқан басылым осы Ақжелкен бұрынғы «Пионер» журналы деп айтуға болады. 1958 жыл менен 1978 жылдың аралығында журнал басылуын тоқтатқан. 20 жылдай арада үзіліс бар. 1978 жылы журнал қайтадан жарық көре бастады. Сол жылы Ақжелкен, қазіргі Ақжелкен бұрынғы «Пионер» журналына бас редактор болып белгілі ақын, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Фариза Оңғарсынова апайымыз келді. 1991 жылы елімізде тәуелсіздік алғаннан кейін журнал өзінің бұрынғы «Пионер» деген атын өзгертіп, Ақжелкен деген атауға ие болды. Журнал бетіндегі мен сүйетін мамандық, балалық шаққа саяхат, таным, тағдырды улаған түтін, бала тағдыры деген сияқты көптеген айдарлардың аясында жарияланатын мақалалар, сұхбаттар, әртүрлі очерктер оқырман қауымның көңілінен шығып жатыр деп ойлаймыз. Өйткені соған орай оқырмандардан келіп жатқан хаттар легі жеткілікті. Сонымен бірге «Алқызыл желкен» деп аталатын жастарға арналған пікірталас клубымыз бар. Журнал бетінде айша жазып, хабарласып отыратын оқырмандарымыз өте көп. Олардың көпшілігі мектеп жасындағы балалар және мынау жоғары оқу орындарында оқитын студент жастар.